балаларға қыс бойы жылытып, от жағып, соның жылуына көңіл бөліп жүрген от жағушы ағайлардың еңбегін, зейнеттерін бүгін бағаладық. Өйткені біз бүгін волонтер ретінде осы кісілерге көмекке келдік. От жағушы ағайларымызға мың алғыс. Көкжиек күн сәулесін таратқанда, бақыт бар көрінбейді әр таңда. Біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке, оятқан сансыз алғыс жаратқанға. Қалдырмас өмір атты жолда жалғыз, барыңды бағалада тәубаңа түс. Жарықты сыйғып беріп сана беріп, жасаған жоқтан барғып алла қалғыз. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге, алғыс бауырға. Ағай, бүгін еріктілер жылына орай мен сіздің қызметіңізді, кезекшілік күніңізді атқарып беремін. Осы уақытқа дейін мектебіміздің тыныштығын ойлап, біздің мектеп үшін жасаған қызметіңізге мың алғыс. Жылы жұмсақ тілдескенің, алғыс айт дұшпанды да досыңдай көр. Оларсыз биігіңдей білмес дедің. Жақсы сөз жанымызды байтар тек, жаманның жала жауып айтар. Аспазшыларға сағаттай сырғып жатқан дүниеде, алғысың алғыс болып қайтады тек. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге, алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Ешкімнен ешқашан аямаңыздар. Рахмет деген қасиетті сөзді әрқашан айтып жүріңіздер. Өмірдің әрбір күнін бағалай біліңіздер. Табиғат анаға мейірімді күндері үшін, қызықты, жаңбырлы, қарлы күндері үшін, ақылба бұлттар үшін, адамға риясыз махаббаттары үшін әрқашан алғыс айтуды ұмытпаңыздар. Алғыс біреудің екінші біреуге ықылас білдіруі, рахмет айтуы. Бүгін 195 мектеп гимназиясының еріктілер тобы кіші қызметкерлерге көмек көрсеттік. Кіші қызметкерлердің еңбегінің қандай екенін біз бүгін түсіндік. Мың алғыс. Шын жүректен мың алғыс. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге.